Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай лакомка пісіретін боламын. Балалық кездің дәмі өте дәмді, өте оңай. Ең алдымен бізге ыдысымызға жылы су құямыз. Жылы сүт құямыз. Сұйық май құямыз. Ашытқы саламыз. Және қант саламыз. Осы массаны жақсылап араластырамыз, қантымыз ерігенше. Енді ұнымызды саламыз да. Жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Бастапқыда миксермен араластырдым венчикпен. Кейіннен уже қамыр қоюлана бастағаннан кейін қолымызбен жақсылап қамырды илейміз. Енді қамырымызды силиконды коврикқа түсіреміз. Бірінші ұн сеуіп алып, қамырымызды түсіріп жақсылап илейміз. Илеп болған қамырымызды пакетке салып, орамалмен орап, жылы жерге қойып қоямын. Пакетпен өте тез ашиды. Енді салмасын жасаймыз. Бөлме температурасындағы сары майды миксермен жақсылап араластырып аламыз осылай. Енді оның үстіне сгущенное молоко, құйылатылған сүтті құямыз. Тағы да миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Арасына жағатын салмамыз дайын болды, начинкамыз. Енді бұны салқын жерге қойып қоямын. Енді лакомкамызды пісіреміз. Мына ашыған қамырымызды кішкене бөліктерге бөлеміз. Міне осы видеода көрсетілгендей етіп, кішкене бөліктерге бөліп, осылай домалақтап қоямыз. Барлығын осылай домалақтап қоямыз қамырды. Сосын тағы да бір 15 минутқа тындырып қоямыз. Мен бәрін тындырып қойдым. Енді қамырымды жаямын. Бір жарты сантиметрдей болады қалыңдығы. 5 миллиметрдей. Осы жайған қамырымызды ортасынан бүктеп, видеода көрсетілгендей етіп қоямыз. Тағы біреуін көрсетіп жіберейін. Осылай жаямыз. Домалақтап, әдемілеп. Ортасынан бүктеп қоямыз. Енді бәрін дайындап қойдым. Енді табамызға саламыз. Осы дайын болған лакомкаларды табамызға салып, жылы пешке тағы да бір 15 минутқа қойып алсаңыздар, осылай болып көтеріледі. Және бетіне мен жұмыртқаның сарысын жағып жатырмын. Бір жұмыртқаны жақсаңыздар да болады.
лакомкаларымыз дайын болды. Енді шамалы суытып қоямын. Енді мен лакомканың посыпкасын жасаймын. Ол үшін печенье мен арахисті блендердан өткізіп аламыз. Осылай майдалап аламыз. Енді жаңағы суыған лакомкалардың арасын осылай ашамыз. Лакомкаларды суытып болғаннан кейін ашыңыздар ортасын. Әйтпесе ортасы жабыспақ болып қалады. Міне орталар толық піскен. Енді осыған кремді жағамыз жақсылап. Біраз қасықтан. Жиектеріне де жағамыз. Жаңағы жасаған посыпкамызға осылай аунатып аламыз жиегін. Күшті болып шықты. Енді 2 сағатқа қойып қойсаңыздар, крем сіңіп, дәмі өте керемет болып шығады. Міне менде лакомкалар дайын болды. Өте жұмсақ, өте дәмді, ауызда еритін лакомкалар. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын.